Достар, барлығыңызға сәлем. Ал видео басталмас бұрын мен Балнұрға, Алтынай Нұрланқызына, Байғали Назеркеге, Арайлымға, Исабек Айсанаға, Сергей Жансаяға және Мерей Аманжоловқа көптен көп сәлем жолдағым келеді. Менің подписчигім болғандарыңыз үшін көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Достар, келесі видеода саған сәлемді жолдағанды қаласаң, арнаға жазылып, лайк басып, комментарийға өз атыңды жаза кет. Ал онда біз бастаймыз. Сәлем, менің атым Алайза. Сіздер менің мектепте танымал еместігімді болжап тұрған шығарсыздар. Мен көзілдірік және брекет тағамын, және шаш үлгімде 5 жасымнан бері өзгерген емес. Және мен адамдардың сырт келбетінен гөрі жан дүниесіне мән беремін. Бірақ барлығы олай ойламайды. Кейде менің сыныптастарым мені мазақ етеді. Бірақ біраз жағдай менің өз-өзіме деген көзқарасымды толықтай өзгертті. Мен бұрын ешқашан қарым-қатынас жайлы ойламайтынмын. Менімен бірге бір ұл оқитын. Ол Тобиас. Тобиас біраз бұрын осы қалаға көшіп келген, және ол өте келісті жігіт десем болады. Бірақ ол келгеннен бастап, мен жүрегім дүрс-дүрс етіп, әдемірек көрінгім келді. Тіпті апайымнан шаш үлгісін өзгертуді және киімді сұрап алдым. Бірақ бір танымал қыздардың бірі мені жабаға, яғни бақаға ұқсайтынымды айтты. Қатты айтқан соншалықты барлығы, тіпті Тобиас та маған қарап күле бастады. Келесі күні мен мектепке келгенде үстелімде тұрған хатты көрдім. Онда маған жасыл түстің жарасатындығы жазылыпты. Мен таңғалып қалдым. Ал тарих басталған кезде мұғалім бізге топ-топқа бөлініңдер деді. Сонда Тобиас келіп мені таңдады. Мен бұны ұқпай қалдым. Келесі күні маған тағы да әдемісің деген хат келді. Одан кейін сол күні менің тамағымның жанына біреу шоколад қойып кетіпті. Сосын мен Тобиас менің құпия поклоннигім, және ол маған өз махаббатын білдіруге қорқып деген шешімге келдім. Сондықтан барлығын өз қолыма алып, оған махаббатымды білдірем деген шешімге келдім. Бірақ Тобиас хатты да шоколадты да кім қойған білмейтіндігін, және мені тарихта тек 5 алу үшін таңдағанын, және ал 5 алса, ата-анасы оны жаз бойы футболға жіберетіндігін айтты. Мен бұған таңғалып көңіл күйім түсіп қалды. Мен өз мұңымды біреумен бөліскім келді. Сондықтан өз құрбыма болған жайды айтып бердім. Бірақ оның түрі өзгеріп кетті, және хатты да шоколадты да өзі қойғанын айтты. Және менің содан кейін өзгере бастағанымды да. Содан соң мен тым болмаса өзімде жақсы құрбым бар екеніне қуанып та қалдым. Достар, егер сіздерге видеоны арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге, назарларыңызға көп рахмет.